Америкалық 97 жастағы Джон Гуденов Нобель сыйлығын алған ең кәрі лауреат болды. Ол бұл сыйлықты литий-ион батареясын жасаған үшін алмақ. Ғалым 9 миллион швед кронын өзінің екі әріптесі ұлыбританиялық Стэнли Уиттингем мен жапондық ғалым Акира Йошиномен бөлісетінін айтты. Олар литий-ион аккумуляторларын әзірлеген. Уиттингем литий аккумуляторын алғаш 1970 жылы ойлап тапқан. Келесі 10 жылдықта Гуденов батареялардың қуатын арттырды. Ал Йошино батареядан таза литийді бөліп алып, қолданыста оны қауіпсіз етуге атсалысты. Осылайша үш химик ғылымға үлкен жаңалыға келді. Сыйлықты табыстаудың ресми салтанаты әдеттегідей Альфред Нобель қайтыс болған күні, яғни 10 желтоқсанда Стокгольмде болады. Лауреаттарға марапатты Швеция королі Карл 16 Густав табыстайды. 2019 жылғы сыйлықтың көлемі шамамен $1 миллион жуық. Иранда араға 40 жыл салып, әйел адамдарға футбол көруге ресми рұқсат берілді. Бұл футбол жанкүйерлер үшін үлкен жаңалық болды. Ирандық әйелдер өздерінің ұлттық құрамасының Камбоджа футболшыларымен болатын ойынын көруге алғаш рет билет сатып алды. FIFA-ның қысымымен Иран билігі Тегеранның 78 мың адамға арналған Азади стадионының 4 секторынан әйелдерге орын бөлді. Сөйтіп әйелдердің әлем кубогының іріктеу кезеңдеріне қатысуына мүмкіндік берді. Нәзік жандылар үшін бөлінген 3 мыңға жуық билеттер өткен аптада сатылып кеткен. 1979 жылы ислам революциясынан кейін Иран әйелдеріне стадиондарда ерлер футболын көруге тыйым салынды. Бұл содан кейінгі әйел футбол жанкүйерлерінің стадионға алғаш келуі болмақ. Мона Лиза Луврға қайта оралды. Танымал әлемдік туындылар тұратын залды жөндеу жұмыстары 2 айға жалғасқан. Леонардо да Винчидің Джакондасының басқа галереяға уақытша қойылғаны Луврға келушілердің санының азаюына әсер етті. Олар дәл осы картинаның жанында суретке түсуге құмар. Әлемдегі ең әйгілі туынды шамамен 1503-6 жылдар арасында Флоренцияда жазылған. Лувр осайда Леонардо да Винчидің қайтыс болғанына 500 жыл толғанын атап өтуге дайындалып жатыр. Бірақ Мона Лиза бұл көрмеге қойылмайды. Музей қызметкерлері картинаның өз орнынан әзірге қозғалмайтынын айтады. Вашингтонда сағатына 300 пицца жасайтын жаңа машина пайда болды. Бұл адам қолымен дайындалатынынан еш айырмашылығы жоқ дейді дәмін көргендер. Машинаның басқаруымен томат соусы жағылып, ірімшік, туралған ет және тағы басқа барлық керек қоспалары қосылады. Техника тек қамырды ғана дайындай алмайды. Көрмеге қойылған жаңа технология келушілерді таң қалдырды. Бұл жаңалық енді пицца бизнесіндегі бәсекені күшейтетін болды. Мұндай стартап кәсіпті өркендетіп, көпшілікті тамақтандырумен қатар, біраз адамды жұмыссыз қалдыратын сияқты.